Саламатсыздар ма, құрметті психоанализ курсының курсанттары және біздің психоаналитик және психоанализ институтының директоры Орта Азия бойынша Анна ханым. Бүгінгі сізбен сұхбаттасқаныма өте қуаныштымын. Қобалжу бар. Одан кейін енді сұрағымды бастап қоя берсем болады ма сізге? Бүгінгі менің алып отқан тақырыбым аурудың түп тамыры күйзеліс қанама деген. Бұл түрлі адам баласында қазіргі таңда аурудың түрлері өте көп. Сол біздің психологиямызға байланысты ма жоқ па деген мәселе бойынша келіп отыр, сұрақ тақырып таңдап отырмын, және де осы тән ауырлығына байланысты этаптан мен өзім де өткен болатынмын. Соны толығырақ сізбен ары қарай ашып анықтап білсем деген. Енді менің алғашқы сұрағым, осы біздің ағзамыздың 100% алатын болсақ, олардың 50% себептері, аурудың себептері осы психосоматикаға байланысты болып келеді екен, болуы мүмкін екен. Және осы аурулардың себептерін тапсақ, яғни түп тамыры неде екенін табатын болсақ, оның жазылып тез айығып кетуі әбден мүмкін дейді. Сіз соған қалай ойлайсыз, келісесіз бе? Келісетін жерде бар, келіспейтін жерде бар. Мысалы, сіздің 50% дегеніңізге мүмкін мен келіспейтін шығармын. Не дегенде біздің ағзамыз бұл биокомпьютер. Компьютерді қазір бәріңіз білесіз, ең кемінде телефонды білесіз. Ал енді биокомпьютер болса, онда бағдарлама. Ол жан мен тәннің бірлестігі. Қазір енді сол батыстағы ғалымдардың зерттеуі бойынша бізде нейрофизиология, нейропсихология, нейропсихоанализ деген неше түрлі өте қызық ғылымдар пайда болып жатыр, ғылымның бағыт бағдарлары. Солардың айтуы бойынша бізде бір ой сезімсіз болмайды екен. Бір сезім ойсыз болмайды екен. Мысалы, идея дегеніміздің өзі ол ой мен сезімінің бірлестігі. Сонда бізде қандай өзіміз психикамызда, санамызда, бес санамызда қандай бағдарлама өзімізге өзіміз береміз, сол бағдарлама ертең-кеш ашылады. Бұрын бір Чернобыль деген вирус болатын еді компьютерлерде. Әр жылдың 24 апрелі, сол Чернобыль жарылған күні, сол вирус, әйтеуір кімде компьютер бар, сол кезде ол да ұянатын еді. Сонда көрдіңіз бе, 364 күн ұйықтап жатқан вирус өзің күнінде ұянады. Сондықтан біздің де санамызда, бейсанамызда сондай құбылыстар әбден мүмкін. Мысалы, психоанализден алдын атам заманнан бері қазақтардың айтқаны, қай жерің ауырса, жаның сол жерде. Жан біздің әрбір жасушамызда, клеткамызда. Онда әрбір клеткада не болып жатыр? Оны әрине іздеу керек, зерттеу керек. Сондықтан мүмкін 50% емес шығар, мүмкін аурулардың барлығын. Қазақтарда тағы бір мақал бар, мысалы, сынықтан басқаның барлығы жұғады дегендей. Сонда ауру басқа біреуге еліктегеннен пайда болады деп айтамыз. Ал енді біздің бейсанамызда жатқан ол еліктеушілік өте көп. Менің әкемнің, менің шешемнің, менің қоршаған ортамның, жақындарымның қандай аурулары болды. Мүмкін соның бәрін әйтеуір ертең-кеш соның бәрін алып алған екен, күннің бір күні сол болатын шығар. Ал мысалы сынық деп айтайық, мысалы жол апаты деп айтайық. Ол да оқыған болсаңыз, естіген шығарсыз. Мысалы, суицидқа бір табан жақын, өлімге құштарлығы күшейіп кеткен адам, әрине ол жол апатына ұшырауы әбден мүмкін. Ал өзін өзі сақтап жүрген. Мен мысалы қазір ғана көшеден келдім. Сонда күн ыстық болды. Қазір енді ата-аналар, бала-шаға барлығы көшеге шығып жатыр. Сонда парктың қасында неше түрлі машиналар тұр. Сонда бір машина ол айдап кетіп жатқан емес, бұрылып жатқан машина. Мына жерде скутермен келіп жатқан жасөспірім. Сонымен қақтығыс. Әрине, қан жоқ, тірі қалды, бірақ неше түрлі травма. Сонда неге неше түрлі бала сол жерде скутермен жүр, неге мынау жасөспірім, неге осы бала сол машинаның қасында ұрылып қалып жатыр. Ал айтайық, неше түрлі машина тұр. Неге ол машиналардың
мен ғой енді иелері сақ болып оңға солға қарап тұр. Неге мынау жүргізуші оңға солға артына қарап атқан жоқ, неге баланы қағып жатыр? Сонда көрдіңіз ба, бұл екі жақтан келіп жатқан нәрсе. Сонда баланың да өлімге деген құштарлығы бар шығар. Зерттеп келсек, бізге консультацияға келсе, өкпесі ашу, ана жүргізушінің де, машинаның иесінде, оның да ішіндегі бір ашулар, өлімге деген құштарлығы бар шығар. Ал сонда енді алсақ, біреуінде мысалы баланың аяғы сәл жырылды деп айтайық, ол көзге көрінетін ауру, жүргізушіде әрине онда көзге көрінбейтін ауру, бірақ көзге көрінбейтін ауру, психикалық жарақат, екеуінде де қалып жатыр ғой. Біреуінде қорқыныш, мүмкін екіншісінде де қорқыныш, біреуіндегі уайым қайғы, екіншісінде де уайым қайғы, біреуінде ашу, екіншісінде де тағы ашу, неше түрлі сезімдер. Ал сондай сол стресстің барлығы, мини стресс, үлкен стресс жиналып келеді, ертең бір жерде ауру болып шығады. Сонымен қай жерің ауырса, жаның сол жерде деп. Әйтеуір кішкентай бір жеріміз ауырса да, бірақ іздеп келгенде, жаңа өзіңіз айтқандай, оның түп тамырын табуға болатын шығар. Бірақ көрдіңіз бе, ол әрбір адамның ойлау жүйесіне де қатысты ғой. Біреудің мәдениеті, психологиялық мәдениеті жетеді, ойлап сондай бір себептеріне іздеуге, салдарынан бастайды да себебіне жетеді. Кейбіреу керісінше себебінен бастайды да салдарына жетеді. Бірақ көпшілік адам оны білмейді ғой. Биокомпьютер деген сөздің өзін қазір маған жазыңыздаршы. Бізде 40 адам, менімен бірге 41. Қана кім білген бүгінге дейін биокомпьютер дегенді? Әрбір адам бұл биокомпьютер дегенді. Көзіміз сонда бұл сіздің, біздің курсанттардың, біздің команданың міндеті шығар. Әрбір адамдарға осы биокомпьютер деген ұғымды жеткізу, психосоматика деген ұғымды жеткізу. Сонда әрбір адам түсінетін шығар, неге құлайтын жерінде көрпені төсеп қоймады екен. Неге ана жерде ауырып қалды, неге мына жерде ауырып қалды. Түсіндіре алдым ба? Иә, түсінікті. Яғни адамның ойы жүйрік дейді ғой. Ойымен ойша, яғни бұл алдын ала болып қоюы да мүмкін. Менде де осындай дәл сауалнама жүргізген, осы Инстаграм арқылы жүргіздім. Сол кезде осы тақырып жаңа сөзімді жалғастыра келе, бір ата-ананың сауалнамасы, сұрағы болды менде. Соны сұраңызшы деген. Үнемі балалар ауырады, жазылады, жақсы болады, бірақ қорқыныш әлі сейілмейді ата-анада. Анасында әсіресе. Яғни кез келген ауырып қалмай ма, ол яғни қайдан келеді сол сезімдер, сол қорқыныштар дейді да ата-ана. Мен қоя алмаймын өзімді, доғара алмаймын дейді, сондай сәттерде. Не істесем болады деген сұрақ. Иә. Бірінші қарсы сұрақ. Неге сол мама жеке консультацияға бармайды екен? Не сонда? 1000 теңгеде табылмай қалдым екен? Менен арнайы сондай сәлемдеме жеткізіңіз. Біз қазір акция бастадық. Біздің курсанттар, сіздер 1000 теңгеден бары жоғы осындай жылап жүрген аналарға көмектесуге дайынсыз. Мүмкін бұл ақшасы бұдан да көп шығар, 1000 теңгеден де көп. Сонда неге бір тегін ана жерден іліп қалған, мына жерден іліп қалған бір сұрақты қояды? Неге арнайы барып, сол 1000 теңгесін ба, 10 теңгесін ба төлеп өзінің ішін зерттемейді? Сонда бұл не деген нәрсе? Сіздің сол әйеліңіз психологиялық мәдениеттен әлі де алыс. Тегінге жүгіргенше, осы менде бала шағамен бірдеме болып жатыр ғой, мен ізденейінші деп, неге бір психологтың кабинетіне бармасқа? Мүмкін барған шығар, мүмкін аз барған шығар. Онда бір барғаннан бәрі жауапты тапқан жоқ. Ал енді тегін Google тәтеден соны сұрадым екен, оқыдым екен. Көрдіңіз бе, мен осы сұрақты қай қалаға бармайын әйтеуір қойып жатыр. Сонда мен 22 жылдан бері осы сұраққа неше түрлі жауап беріп жатырмын. Сол өзім кейде зеріп кетем. Бір метафораны, бір сөйлемді, бір ұғымды неше түрлі 99 рет айта барғаннан зеріп кетем. Бірақ жарайды, тағы да қайталайын. Мүмкін кейін осы үзіндіні алып, сол келіншегіңізге жіберетін шығарсыз. Бұл послеродовая депрессияның есім беріп тұрған нәрсе. Сонда бұның баласы ол 3 болсын, 4 болсын, 7 болсын, ауырып жатыр. Сонда балдар бейбақ. Ауырғанды қандай бала жақсы көреді? Ауырған кезде бала күле алмайды, жүгіре алмайды, ойнай алмайды, әйтеуір бір көңілсіз жүреді. Ал сонда болмасаң да ұқсап бақ дегендей, онда көңілсіз, ауыршаң, бейбақ,
осы сіздің әйеліңіз өзі. Сондықтан оны түсінетін шығар. Бірінші паровозды жөндеу керек. Вагончикті кейін жөндей береміз. Сонда өзін жөндеу керек. Әрбір бала бұл біздің ананың ішкі дүниесінің бір радиоприемнигі ғой. Мамасының жаны бұл радиостанция. Жақсы көңіл күй, жаман көңіл күй, көтеріңкі көңіл күй, жылаңқы көңіл күй, қандай әнді ішінде айтып жатыр мамасының жаны, сол әнді әрбір бала радиоприемник ретінде қабылдайды да соны дауыстап шығарады. Мамасының күші жететін шығар, оны дауыстап айтпайды, ешкімге жалынбайды, көрсетпейді, ондай мәдениет жоқ. Бірақ балалар оны бейсаналы түрде іліп қағып алады да. Сондықтан бұл келіншек өзі жылап жүр, өзі ауырып жүр, жарайды аяқ қолы сау шығар, тәні сау шығар, бірақ бұның жаны ауырып жүр. Онда іздеу керек. Неге онда жаны ауырған келіншек тағы да баланы мына дүниеге әкеле береді. Бірінші балаға 22 жасында күші көп деп айтайық, жаны жылап жүрсе де, бірақ күші, денесінің күші бар, бір-екі баланы туып тастаған шығар. Бірақ әр баланы туған сайын оның ішкі күші азайып жатыр ғой. Соны неге білмеске, соны неге санамасқа? 22 жасында 22 килолық баланы көтере беретін едім, бірақ қазір 30-ға келгенде 10 килолық баланы көтере алмаймын деп. Мен шынымен де көтеретін денені күшін айтып жатырмын. Бірақ сол дене күшімен параллель бірге көңіл күйдің күші, жанның күші, психиканың күші, ол жетіспей жатыр ғой. 4 балаға жүгіріп 4 нан әкеп беру керек. Бір балаға нан әкеп беру керек. Сонда қай жерде, неге өзін сақтамайды? Ертең бірдеме болып қалса, 4 баласы кімге керек, қайда кетеді? Сонда өзін сақтаған ананың балдары тәні де, жаны да сау болып өседі. Түсіндіре алдым ба? Түсінікті. Яғни бірінші ананың өзі психоаналитиктен немесе психологтан кеңестен өту керек, Тегін ғана Google тәтеден тегін сұраса да болады ғой сол. Жақсы, сіздің айтқандарыңызды жеткіземін. Енді бізде келесі сұрақ, мен осы кеңеске келген адамдардың көбісінде бас ауруы, ұйқысыздық, осы көп жиі кездеседі дейді. Ол кеңеске келмесе де былай адамдарда көп айтады, күнделікті өмірде де қазір ауа райынан көреді, немесе басқа да түрлі себептерді іздейді. Негізінде ол адамның психологиялық саулығына келіп тірелеміз ғой біз тағы да. Соған байланысты қандай кеңес айта аласыз ата-аналарға, жалпы адамдардың көбісінде көп қой енді. Менде басқаша ой болып жатыр. Сіздің өте жалпылама берілген сұрағыңызға менде де өте жалпылама жауап болып жатыр. Мысалы, нанды қайдан аламын? Нан дүкеніне барып нан аласыз. Аяқ киімді қай жерде сатады екен? Аяқ киім деген дүкенде аяқ киімді сатады екен. Сондықтан менде қазір басқаша ой. Мен енді басқа ешкімді қабылдамай-ақ қояйын. Бізде қазір 40-тан асқан қатысушы бар. Мүмкін осы бүгінгі қатысушылардың осы психосоматика қатысты сұрағы бар шығар. Сонда сізге бір болса бір мысал көрсетейін де, қандай жұмыс істеу керек? Менің айтып жатқан қазір жалпылама жауабымды Google тәтеден де тауып аласыз, YouTube ағатайдан да сұрап тауып аласыздар. Ал бірақ соны нақты аяқ киім кигенде мынау аяқ киім жараса ма, жараспай ма, жасына сәйкес па, статусына сәйкес па, оған бір жеке консультант керек. Сондықтан әйелдер, бәріңіз әйел шығарсыздар мына жерде. Алға сұрақтарыңыз бар ма? Қолыңызды көтеріңіз, микрофон берейін. Бірақ естеріңізде болсын, бұл тегін психоанализ салоны, сондықтан вебинарды жазып жатырмыз. Ертең YouTube-қа шығаратымыз. Адамдар ойланғанша сізден, Назерке ханым, бір кішкентай болсын бір нақтырақ сұрағыңыз бар ма? Бақшагүл келді, қазір тыңдап көрейін. Сіз дайындай беріңіз. Айта қойыңыз, Бақшагүл. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым аллергия жайында да. Мен сол аллергиямен қазіргі жағдайда пострадать етіп жүрмін. Сол жайында айтасыз ба? Ол менде көктем мезгілінде басталады.
Мен бір несін таптым да, мынандай аллергия менде басталған кезде менде мынандай болған екен. Менде выкидыш болған ғой. Соның келесі выкидыш болған, содан кейін оны мен ұмытып кеткен ғой. Келесі баланы көтерген кезде менде сол жылы басталды да, ол баланы. Көктемде. Аллергия дегеніміз Сонда ол анықтаған сізге айтайыншы, соны тағы да. Содан кейін неден болды да, сонда менде страх, баланы жоғалтып алу страхы болған сияқты. Соны ары қарай қазып нетіп едім, таппай и до конца айыға алмадым ол неденші. Мен жаңағы жауабымда онда екінші жағын ашуланамын деп екінші жағын айтпаппын ғой. Бірақ міне сіз Баршагүл ханым келіп қалыпсыз. Мүмкін сол сұрақ сіздің де сұрағыңыз болған шығар енді іштей. Айттыңызшы, екінші жағынан бастаймыз. Неге қорқасыз? Балам өліп қалады деп, балам ауырып қалады деп неге қорқасыз? Бейсаналы түрде қорықтым. Мен алдында выкидыш болды ғой, содан кейінгі баланы көтерген кезде, екіқабат кезде көктемде сол аллергия менде басталды. Сосын мен жеке анализге бардым ғой. Сол кезде анықталды, сізде сол бейсаналы түрде не болған дейді, жаңағы баланы жоғалтып алу страх болған дейді. Содан кейін көктемде аллергия басталған дейді. Қазірше аллергияны қозғамайық. Қазірше баланы жоғалтып алам деп қорықтыңыз. Соны естіңіз құлағыңызбен, соны түсіндіңіз санаңызбен, сонда енді бұл саналы қорқыныш болып тұр ғой. Қазір қалай? Саналы түрде қорқасыз ба? Балам ауырып қалады, балам өліп қалады. Жоқ. Ода жоқ. Қазір тыныш балаларында, ешқайсысы ауырмайды, жақсы бәрі. Балдарыңыз жақсы, ал сізде қалай? Қазір сонда ол қорқыныш жоқ па? Сол қорқынышты до конца жұмыс жасап аяға алмаған сияқтымын әлі. Әлі таппай тұрмын. Сонда не қалды қазір енді? Не үшін қорқасыз? Не болып қалады балаңызға? Біріншісіне, екіншісіне, бесіншісіне? Қай балаңызға қорқасыз? Не болып қалады? Білмедім. Қорқасыз ғой. Қорқасыз ба, қорқпайсыз ба балаңызды ойлағанда? Жоқ, қорқпаймын. Өзіңіз айтыңыз ғой, бірдемесі қалып кетіпті деп. Немене қалып кетті онда? Қандай қорқыныш қалып кетті? Аллергияның басталуын айтады. Бейсаналы түрде страх болған баланы жоғалтып алу дейді. Жаңағы кейінгі көтерген баладан кейін пайда болды. Онда сізге қазір аллергия қайтып келеміз. Ал енді жаңа қорқыныш дегенім бағанағы сол баланы тапқан кезде, балаға жүкті болып жүрген кезде әйелдер неге қорқады? Оның түбінде жатқан балаға деген қастандық, балаға деген жауыздық. Балам өліп қалса екен, балам маған керек емес. Бірақ оны саналы түрде ойлап қабылдау деген ойбой төбешіктің тік түрлі. Сондықтан оны әйелдер бейсанаға жіберіп жібереді. Ал сонда енді сол үшін бейсаналы тілек үшін саналы түрде психологқа барса білген болып тұр біздің кейіпкеріміз. Бірақ енді ол өте қорқынышты ғой, ол өте жаман ой ғой. Қалай ол оймен? Сондықтан өзін өзі енді жазалау керек. Әрбір ауру бағанағы ұйқысыздық, бас ауру, тағы қышыма, тағы бірдеме, осы көбісі психосоматиканың бұл өзін өзі жазалау. Міне енді тағы қайтып келейік. Сонымен Баршагүл, аллергияның қандай түрі сізде? Қалай көрінеді сіздің аллергияңыз? Менде мұрным қышиды, түшкірем, көзім қышып, жасаурап мазамдалады да, солай. Енді ол тамағыма түсіп баратыр, енді тамағым қышитын болды. Солай жылда қосылып жатыр да несі. Сонда бұл көктемде басталады? Көктемде, обязательно көктемде басталады. Ал қашан аяқталады? Биыл вообще үдеп кетті. Биыл әлі болып жатыр менде. Жылда бір 2 айдан кейін қойып қалатын ғой июньнің басында. Биыл что-то қоймайды. Қалай ойлайсыз? Неге қоймай жатыр екен биыл? Не өзгерді? Травма сол қозғалған сияқты да. Сол не өзгерді? Неге қозғалды травмаңыз сіздің? Өткені еске алдым ғой. Сол кезде.
Мен жаңағы жоғалтқан баланы жылап нетпегем ғой. Оны пострадать жібермегем да, отпустить етпегем оны. Тәше мен бұл кезде болған кезде менде эмоция болған жоқ та, бір өкіну деген болған жоқ та. Наоборот, бір іштей бір қуану ма, білмеймін, былай қарағанда. Менде бір эмоция болмаған. Жоқ, мынау шындық қой. Осыған келіңізші. Көп әйелдерге сонда сіздің көмегіңіз болады. Қайғырудың орнына сізде сіз айтып жатсыз қуану деп. Сол кезде, баланы жоғалтқан кезде, ол түсік дейміз қазақша. Неге қуандыңыз екен? Қуанғанда прям кәдімгідей қуанбаған ғой. Қазір енді ойлап қарасам, соған қайта назад барсам, менде бір енді бір күші өліп қалса да, бір адам деген бағып қаққан неде қиналу керек қой. Мен соны өзім таң қаламда, менде ешқандай бір эмоция болмаған ғой менде. Мен ешқандай не жалеть етпегем, үндемегем ғой. Бірақ өзімді қатты кінәлі санағам да іштен, өзімді. Кінәлағам ғой. Ну, оны ішімде бұқтырып қойғам, жауып қойғам ғой, бетін жауып. Ешкім біліп қоймасын деп, менің маған қиын болып жатқан. Сонда биыл енді түсіндіңіз ба соны? Иә, сол соны биыл жаңағы жеке терапия барасында соны түсіндім де, жаңағы жыламағанымды түсіндім де, соған қайтадан келдім ғой. Бірақ бұрын мен почему-то ойлап жүргем ғой, бұл неге мен соны жыламадым деп, жай бір ойлап қоятынмын да, бұл қалай болды деп ше. Неге менде эмоция болмады деп. И ашылған кезде барып, маған қиын болды жаңағы. Прям бір күн жылап неттім. Бірақ әлі де нету керек сияқты. Аяқталмаған сияқты да. Ол балаңыз сонда не, көктемде қайтыс болды ма? Я түсіп қалды ғой. Мен шошындым қатты, я шошынып бір неден шошып қалдым түнде. Содан кейін я түсіп қалдым өзінен өзі. Сіздің түсігіңіз сол көктемде болды ма алғашқы? Я, көктем уақытында ғой. Енді өзіңіз түсінбедіңіз бе сонда? Әр көктемде, бейсаналы түрде, биылғы көктемде алмағанда, сол түсік, сол балапан есіңізге түседі. Сонымен жылауды бастайсыз. Сіз саналы түрде қайғыру процесін тоқтатып, тұншықтырып тастадыңыз да, бірақ бейсаналы түрде сіз қайғырып жатсыз ғой. Көзіңіз ағады, мұрныңыз ағады. Сол енді жылап жатқан жоқ па сіздің тәніңіз? Бағанағы биокомпьютер. Иә. Ал енді бүгінгі психологиялық сауаттылығыңызбен сол бірнеше жыл бұрынға қайтып барсаңыз. Мені сіз бүгін таңертең тұрдыңыз, сөйтіп түсіндіңіз. Неше айлық еді? 3 айлық қой, 3 айға жақындап қалған. Иә, мені 3 айлық түсік екенін осы бүгін сіз түсіндіңіз. Енді сезімдеріңіз қандай екен? Сол күнге қайтып барсаңыз. Өкініш. Өкініп отырмын да. Сол баланы сақтап қалуға да болар еді, егерде мен ертерек дәрігерге барсам деген сияқты. Бірінші сол баламен сөйлесейік. Сол балаға не айтатын едіңіз? Кешірім сұрайтын едім. Оның да өмір сүруге құқығы бар еді. Мен бірақ сол құқығынан айырғаным үшін кешірім сұрайтын едім баладан. Тағы не айтасыз? Тағы да егерде ол өмірде болса? Жоқ, сол жерде, сол түсіп жатыр ғой ол түсігіңіз. Жылайтын едім оны. Кәдімгідей қатты өкініп, прям сол эмоциям сол жерде шығаратын едім. Шығарып, жылап, аналық. Ал дәл қазір қалайсыз? Дәл қазір бір қобалжып, өзімді андай кінәлі сезініп тұрмын да. Сонда не үшін кінәлісіз? Мен уақытында барсам егерде, мен сол баланы құтқарып қалуға болар еді. Неге уақытында бармадыңыз? Мен уақытында бармадым, біреулер айтты жаңағы жүктілік кезде үстінен қан келе береді деген сияқты. Солай айтты. Соны оған бір сенген сияқты болдым. Содан кейін өзімде бір жиі көтеріліп қалдым да. Содан кейін ол баланы шынымен де самом деле қаламаған сияқты. Одан алдын балаңыз болды?
Одан алдын балам болды да, сол арасы жиі болып кетті да, мен не салдырып үлгермей қалдым жаңағындай, спираль салдырыпшы денсаулығыма байланысты. Неше ай еді сонда? Ол қыз где-то 7 айында сүт шықпады да, ол қызым емшектен ерте шығып кетті, сол 6 ай емді да, сол анау где-то 9 ай ма ол қыз сондай кезде көтердім да баланы. Ал ол кезде қалай? 5 үйіңіз бар еді, 3 нянькаңыз бар еді. Балаларым, үлкен қызым бар, сосын екінші қызым бар. Содан кейін өзім оқып жүргем ғой. Сол бәрі жан-жақтап үй салып жатқанбыз, бәрі бір қабаттасып, бір маған бір андай қиын кризис кезі болған ғой, енді финансовый тоже дұрыс болмай, жаңа отбасы болғаннан бір қиналып жүрген кезім болатын. Сонда нақты болмыста ол балапанды күтіп алатын сіздерде жағдай болған жоқ. Бірақ күйеуін мені кінәлады, жолдасым мені кінәлады. Сен барып үлгеретін едің, сол баланың несі сенің мойныңда деп. Ол бала. Содан мен қиналдым мен төмен түсіп жаңа айтқан сайын. Соны айтқанда қашып уже күйеуім сол темаға барған кезде мен қашқақтап бастайтынмын да, уже бейсаналы түрде былай да уже өзімді кінәлі санаймын да, как будто мен соны өлтірген сияқты. Үйтіп айтуға да болады, бірақ шарасыздықтан бұл сіздің өзіңіз қабылдаған шешім ғой. Айтыңызшы, сол балапан туылса, жағдайыңыз содан да күрт төмен болып кететін бе еді? Мысалы, оқуыңыз тоқтайтын шығар. Жылға академический ала тұратын едім, түгенмен демейтін еді, Сол кезде бір менің санамның жеткен жері сол болған шығар. Не дегенде бұл Чарльз Дарвин айтқандай, екі пенденің өзара тайталасы. Борьба за выживание, за существование. Сізде пенде, сіздің ішіңіздегі балапан ол да пенде. Бірақ сіздің еркіңіз бар. Сіз ересек адамсыз. Сіз өміріңізге оңға, солға қарадыңыз. Сонымен саналы түрде өзіңізге рұқсат бермесеңіз де, мысалы саналы түрде барсаңызға, сізге ешкім қожайын емес қой. Бұл сіздің тәніңіз ғой, сіздің жатырыңыз. Ал сіз оны бейсаналы түрде солай шештіңіз. Сонда айтыңызшы, одан кейін жағдайыңыз отбасыдағы жақсарды ма? Жақсы болмады. Содан кейін денсаулығым менің күрт төмендеп кетті. Онда? Алла берді асқазан, менде ішкі құрылыстарым бірінен кейін бір ауырып, сосын анемия резко болдым, қан көп жоғалтқан. Мен даже білесіз бе, больницаға маған жатуға дәрігерлер не айтты, қан көп жоғалтын, жат деп айтты, бірақ мен өзімді кінәлі санағандықтан даже отказ бердім, отказной жазып бердім. Үйде баланы қарайтын адам жоқ, жатпаймын. Өзімді жазаладым ғой сонда, былай айтқанда, бейсаналы түрде. Сіз жақсы мысал көрсетіп жатсыз. Сіз атаған ауруыңыз, ол сіздің өзіңіз жазалауыңыз. Онда сіз өзіңіз қабылдаған шешіммен өзіңіз келіспедіңіз. Айтыңыз, біреу айтты, бармай-ақ қой деп. Бірақ сіз одан алдын бір-екі рет туған әйелсіз, сіз түсініп тұрсыз. Уақытты соза берсеңіз түсіп болатын шығар, проблема өзімен өзі шешіліп қалатын шығар деп. Ал бірақ оған күйеуіңіз алды да басыңыздан бұлш етіп бір таяқ берді. Сен қатын, сен кінәлісің, ондай да мұндай деп. Неге сіз өзіңіздің шешіміңізбен өзіңіз келіспей тұрсыз? Бүгінге дейін аллергия, әлі өзіңізді жазалап жүрсіз. Келіспей тұрғаным, соны білмеймін да, неге бүйтіп тұрғанымды. Бүгін қазір сізде WhatsApp'та бәр жерде жүрген шығар, петиция. США-ның бір-екі штаттарында абортқа қарсы заң қабылданып жатыр. Соған бүкіл Европа мен ақш-тың әйелдері, Африканың әйелдері қарсы шығып жатыр. Оған Қазақстанға да сол петиция жеткен шығар. Бірақ енді ағылшын тілінде, француз тілінде түсіндіңіздер ме? Бұл әйелдер неге қарсы шығып жатыр? Бұл менің тәнім, бұл менің жаным. Мен өз тағдырымды өзім шешемін. Неше бала маған керек? Ол балапан бақытты болу үшін менің күшім жете ма, денсаулығым жете ма, жансаулығым жете ма? Сондықтан қарсы шығып жатқан әйелдер өте көп. Сіз де мысалы өзіңіз жасаған
шешімге, өзіңіз қабылдаған шешімге өзіңіз қарсы келмесеңіз, ештеме болмас еді. Аттай шалып жүре беретін едіңіз. Бірақ сіз компромисс табылмадыңыз. Сіздің компромиссіңіз, иә, бейсаналы түрде иә дедіңіз, сонымен бала сізге көмектесті. Осындай гипотеза бар. Түсік болған, кенеттен қайтыс болған балдар өзінің мамасына көмектеседі. Сәл болса да мамасының жағдайы жақсы болсын деген гипотеза. Енді ұнаса аласыздар, ұнамаса жоқ. Сіз өзіңізбен өзіңіз келіссеңіз, неше түрлі әйелдер бар. 27 аборт жасаған әйел бар. Күйеуге шықпастан бұрып 3-4 аборт жасап тастаған қыздар бар. Бірақ олар келіседі өзінің шешімімен. Сондықтан оларда ешқандай кінәрат жоқ. Еш жері ауырмайды, күйеуге шыққаннан кейін тағы да топырлатып балдарын туып тастайды. Ал өзінің шешімімен келіспеген әйелдер бірақ аборт жасайды, мысалы, қыз кезінде тойдан алдын деп айтайық. Болды, өзін жазалайды, одан кейін күйеуге шықса да 13 жыл бала көтере алмай жылап сықтап жүреді. Менің бағанағы айтқан биокомпьютер дегенім, міне осы сіздерге тағы да бір рет. Сонда сіз биокомпьютердің қожайыны, компьютердің ішіндегі бағдарламаның авторы сіз. Ал неге онда антивирусты өзіңіз қоспасыздар? Сонда қайтадан мүмкін психологыңызды ерте тоқтатып қойған шығарсыз. Қайтадан психологыңызға барасыз. Тағы да біраз жеке әңгімелесесіздер. Сонда ғана аллергияңыз тоқтайды. Я, сіз қайғыру процесін тоқтатып қойдыңыз. Сіздің жаныңыз мұз ретінде қатып қалды. Әркім өз кезеңінде сол қайғыру процесінен өту керек енді ол. Түсік болса да, бала ауырып қайтыс болса да, үлкен ересек туыстарыңыз қайтыс болса да, бірақ сол қайғыру процесі. Сонда сізде Баршагүл ханым қазір көп нәрсе жиналып қалған, бірақ сіз өзіңіз жазалап үйреніп қалғансыз. Сондықтан бейсаналы түрде, енді саналы түрде ақша жоқ деп айтқан шығарсыз, бірақ шынымен іздеген адам ақшаны табады. Бірақ бейсаналы түрде сіз психотерапияны соңына дейін жеткізсеңіз, ойбай, бүйтіп, жаныңызды, тәніңізде сау болып кетеді, қанатыңыз шығып кетеді, ұшып кетеді. Жоқ, жылау керек, сықтау керек, қайғыру керек, өзімді жазалау керек. Сонымен көп пациент сізге ұқсап психоанализді, психотерапияны соңына дейін жеткізбейді, әйтеуір сәл жеңілдеп қалды, аяғынан енді тұра алады, қисық жүрсе де, бірақ енді жүре алады. Ал неге сол аяғын соңына дейін жарасын емдемеске? Неге жүгіріп кетпеске, неге ұшпасқа? Енді осы жерде мен Назеркеге сөз тағы берейін. Сіздің идеяңызбен қосылды ма бағана сіздің сұрақтарыңызға қазіргі нақты мысалдар? Көрдіңіз ба? Өзін жазалап жатыр, өзімен өзі келіспей жатыр біздің кейіпкеріміз. Рахмет сізге, Баршагүл ханым. Енді менде өзімнің клиентіме байланысты сұрақ қойғым келіп тұр. Клиентімнің анасы 2 рет менен өтті. Қызы үнемі қасынан қалмайды, себебі 4 рет ауыр операциялардан өтті. Сабақты 4-ші сыныпта үйден бітірді, яғни күнделікті анасының қасында. Енді анасы жұмысқа шыққысы келеді, яғни басқа себептері, басқа балалар бар, бәріне көңіл бөлгім келеді дейді, бірақ мына қыз менен мүлдем ажырамайды дейді. Ал егер шығып кеткен жағдайда, қызым телефон соғып қайта келуін сұрап, ауруын алдыға тартып шақырып алады дейді егер. Және мен де жүрген жерімде алаңдап, оған алысқа ұзап кете алмаймын. Соған енді қызының денсаулығы өткен бірінші консультациядан қарағанда әлде қайда жақсарғандығы туралы айтты. Енді соған байланысты ата-анаға ары қарай тағы да жұмыс жалғастырған кезде кеңес берсеңіз маған. Қызының жасы нешеде? 4-ші сыныпты бітірді, 10 жаста. Қызымен консультация жүргіздіңіз ба? Қызымен жүргіздім, қызы басына ыстық болған ғой. Қызымда сөйлестім, қызымен де жақсы, үйде мамама көмектесем, үй жинаймын деген, бауырларына көмектесем деген сияқты күнделікті несін айтты, бірағында сабаққа барғысы келеді, яғни достарын көргісі келеді, қарсылық сол да балада, жаңағы үйден шыққысы келеді былайша айтқанда. Оған ондай рұқсат бермеген дәрігер әлі. Неге? Ортаға. Неге дәрігер ондай рұқсат бермейді? Қандай ауру бар қыздың? Басындағы ісігі бар, одан кистасы бар. Кистасы дәрілермен емделіп жақсы болған, бірақ ісігі әлі орында тұр. Соған байланысты үнемі мамасының қасында, үйде деген сияқты.
Ал енді алғашқы кеңес жүргізген кезде жаңағы мектепке барғысы келеді деп менімен ұрысады, жылайды, айқайлайды деген нәрсе айтқан кезде сол шындықты айту туралы кеңес бердім. Яғни мектеп онлайн деп айтқан мамалар өтірік айтқан. Онлайн болып жатыр деп. Ал негізінде шын мәнісінде ол көшеге шығып қалған кезде, көршісін көрген кезде, достарын көрген кезде онлайн емес екенін біледі, балалар сабаққа неге келмейсің деп сұрайды достары. Соны үйіне келіп жылайды екен ата-анасына, маған өтірік айттыңдар деп. Сол кездің өзінде сол баламен шынайы қарым-қатынас құруды кеңес бердім ата-анасына. Яғни оның жақсы нәтиже бергенін айтып келді. Біз шындықты айттық, қызымызға онлайн емес екендігін, сабақ болып жатқандығын. Және де одан кейін мұғалімдермен де қарым-қатынас өзгерген, жаңағы шынайы қарым-қатынастан кейін. Шындықты айтқаннан кейін. Онда мамасына сәлеме онкологияның 4-ші кезеңінде жүрген адамдар өздерінің 3 тілегін орындаса, енді 100% деп айта алмаймын, бірақ біразы ешқандай онкологияның ізі де, иісі де қалмай қалады. Сонда білмедім енді бұл жай кеста ма, онкологияның иісі бар кеста ма? Онкология ғой? Иә, онкология. Онда мүмкін бұл қыздың бұл соңғы 1 жыл оқуы шығар. Неге ол барам деген жерге бармасқа? Неге жеймін дегенде жемеске? Неге көшеге шықпасқа? Ертең осы әйел өзі жылайды ғой, қызым мынаны тілеп еді, мынаны қалап еді, мен соны бермедім деп. Сонда тілегі орындалған сайын кистасы ол қыздың азаятын шығар. Мен сізге бір текстті жіберейін, кейін жоқ болса есіме түсіріңіз, онкология туралы. Мен бұны да өте жиі айтам ғой. Әрбір ауру күшті ауру. 3 тілегіңізді табыңыз. Балалық шағыңызда қандай арманыңыз орындалмай қалды? Қандай тілектеріңіз орындалмай қалды? Кішкентай ма, үлкен ба? Соны іздеп табыңыз. Сол арманыңызды орындаңыз. Одан кейін барлығы жақсы болып кетеді. Не дегенде ол қорқыныштың себебі болып тұр ғой. Ол тек ешқандай қатер ісігі жоқ қыз болса, ол басқаша. Онда біз сепарация дейтін едік. Ал қыз ақылды қыз болса, ол түсініп тұр ғой, өлімнің иісін түсініп тұр. Сондықтан соңғы айларын, соңғы уақытын мамасымен бірге өткізгісі келіп тұр. Ал мамасы одан қашқандай. Ол да өте шынайы әңгіме болу керек. Ауруының қатерлігін де қыз түсіну керек. Сонда мүмкін келісетін шығар. Иә, күші жетпей қалса, білмеймін ғой, компромисс. 3 күн онлайн, 3 күн офлайн мектепке баруға болатын шығар. Ал мүмкін қазір оның күші жетіп тұрған шығар. Балдарда өмірге деген құштарлық өте көп. Сондықтан қазір мына қызға көмектесіп жіберсе, қанатын сүйемелдеп жіберсе, мүмкін өмірге деген құштарлығы, өлімге деген құштарлықты жеңіп кетеді. Қатерлесек, ол өмірге емес, өлімге деген құштарлық. Екеуінің арасында қазір соғыс болып жатыр. Сонда жақсы жақты қолпаштаудың орнына, қолдаудың орнына әке-шешесі қарсы болып тұр ғой. Үйден шықпайтын адам, ол өлімге жақындалып жатқан адам ғой. Өлген адам ешқашан шықпайды. Тар қапаста қап кетеді жердің астында. Ал өмірге құштарлық адам, көрсеңіздерші, ең болмаса қазақстандық киноларда қазір басқа пайда болды ғой. Жарайды, орыстан бәріңіз түсінесіздер. Батыстың неше түрлі киносы. Ештемесі жоқ, қолы аяғы жоқ, тек мұрны мен көзі бар. Сол мүгедек адамдарда жер жаһанды шарлап жүр ғой. Жүгіріп жүрген қызды үйде қамап отырсыздар. Мен жаңа сіз айтқандай арман есіме түсіп кетті ғой. Өлең айтқан жақсы көреді екен жаңа қыз. Соны жаңа өлеңдерін жаздыруға мамасына айтады екен, жаздырайықшы деп. Соны айттым, міндетті түрде осы арман, осы жаздан қалдырмай міндетті түрде орындаңыз деп. 3-4 өлеңі бар, жаттап алған дейді. Ол өмірге құштарлығын одан бетер ашады ғой деймін да, өлең айтқан, ән айтқан адам көңілденеді ғой деп. Оны айттым. Дәрігерлер не депті ол? Әлі лечениесі әлі жалғасады депті. Жоқ, ол қай кезеңі? 1-ші, 2-ші, 4-ші? Ол жағын айтып еді, қазір ұмытып тұрмын. Жалпы сол ауыр операцияларын өткізіп болдық, енді соңғы лечениелері қалды деп. Енді алдағы оқу жылында мектепке апарамын деп өз анасы оқталып отыр, қызының несін бойынша орындаймын деп. Онкологияның қиын жері ол ісікті із-түзсіз алып тастайды. Бірақ ол психосоматика ғой. Психоонкология деген ғылым пайда болды ғой. Сонда ол мамасына өкпелеп жүрген қыз 3 рет ісігін алып тастаңыз да, ол ісік қайтадан пайда болады.
Проблема ісікті алып тастау емес. Сол қатерлі ісікті ішкі биокомпьютерді қайтадан шығармау, тоқтату керек. Ана қыздың арман тілегі орындалмаса, мамасымен ортақ тіл болмаса, ол қатерлі ісікті тағы да биокомпьютер шығара береді. Завод қой, тоқтамай шығара беретін. Қара завод деп айтайық. Соны мамасы түсіну керек. Жарайды. Сөз береміз ба, қол көтергені, бірақ сөз бермейміз, олардың камерасы жоқ екен. Камерасы жоқ адамдармен мен жұмыс істемеймін, білесіздер ғой өздеріңіз. Неге онда өшіріп тұрсыздар камераны? Жарайды. Жәнила, қосыңыз. Сәлеметсіз ба? Менің сұрағым, мен соңғы уақытта артық салмақ қатты қосып алдым да. Негізі 64 болғанмын, осы бір 2 айдың ішінде сразу тек семіріп кеттім. 84 болып кеттім. Мен өзім таң қалдым да. Бірақ қазір арықтаймын десем, тамақ ішіп қоя берем. Мысалға, қарным аша береді да өзімен өзі. Тәтті жегім келіп тұрады, білмеймін, сондаймын. Соған енді соның себебі не болуы мүмкін, сол туралы сұрайын деп едім. Барлық себеп сіздің басыңызда, сізден жақсы сізді білетін адам жоқ. 2 ай бұрын не өзгерді өміріңізде? 2 айда 20 килограмм деген енді өте көп. Сіз өшіріп қойдыңыз ғой микрофонды, мен сізге қосып қойсам. Басылып кеткен. 2 ай бұрын өмірімде бір жігітпен айырылысып кеттім, сол үшін деп ойлаймын негізі, бірақ бір жігітпен сөйлеспей қалдық, ол жігіт маған сен толып баратсың деп айтты. Сонда оған өкпелеп, одан бетер сен мені толық дедің бе, ал мен саған былшыған семізді көрсетейін деп көрсетіп алсыз ба? Сонда сол жігітпен әлі таласып жүрсіз ба? Сондай болып тұр ғой. Сен семізсің десе, жоқ, мен просто семіз емеспін, мен семіздің чемпионымын деп көрсетіп жатсыз ғой қазір. Енді қалай арықтауға болады, соның себебін таппай жүрмін. Аласпаңыз жігітпен, кетсе кете берсін. 99 жігіт тағы келеді. Сізді одан кейін сол оң жақта отырып қалған көп қазақтың қызын қуантырайыншы. Сіздер сол Google тәжірибеден соңыңыздар кейде. Мысалы, бірнеше жыл бұрын, қазір мүмкін одан да көбейген шығар, Қытайда 33 миллион еркектер, жігіттер әйел таба алмай жүр. Не дегенде олар артық. Оларға статистика бойынша қыздар жоқ, әйелдер жоқ. Сондықтан Қытайда қазір арнайы сондай күйеу бала деген базарлар болады екен. Мамалары балдарын алып келеді, менің балама күйеуге шықсаң, үй беремін, ақша беремін деп, енді сол еркектерге қалың мал беріп жатыр Қытайда. Бірақ біз солармен көршіміз. Ол да бір жақындастыру процесі шығар. Бізде қазір Қазақстанда еркектердің, жігіттердің, 35-ке деген жігіттердің саны өсіп жатыр, 35-ке деген әйелдердің, қыздардың саны аз. Сондықтан бізде жақында сол Қытайдағы күйеу бала базары деп, қыздар емес, күйеу балдар қалың мал беретін болып жатыр. Керісінше, біз қызға береміз ғой. Қалай енді, еркекке береміз ба? Сондай әйтеуір. Сондықтан сіз қуана беріңіз. Бір еркек кетті ме, ертең 99-ы жүгіріп келеді, қыздар азайып жатыр. Статистиканы тағы да бір оқып алыңыз. Сондықтан шертіп аласыз оның бәрін. Үйің жоқ, күйің жоқ, кет ары. 5 этажды үйің болмаса, саған бармаймын деп тағы біреуіне айтасыз. Естеріңізге түсіріңіздерші, сіз 1-ші сыныпта оқығанда, сыныпта неше ұл болды, неше қыз болды? 4 ұл, 4 қыз. Так, одан кейін 5-ші сыныпта? 5-ші сыныпта білмеймін. 10-ші сыныпта? 10-ші сыныпта білмеймін. Оқымағасыз ба? Оқыдым, бірақ біз класстан классқа ауысып жүрдік та, сол үшін точно не помню. Тереңдетілген сыныпқа ауыстық, сөйтіп ауысып жүрген кезде мен көп мән бермеппін. Қазір мына жерде көп отыр, біразы әже, біразы мама. Қазір сіз мектепті алсаңыз, 1-ші сыныпта 25 ұл балдар отырады, бір 6, 7, 8 қыз отырады. 5-ші сыныпта алыңыз, тағы да ұлдар көп, қыздар аз. Сол қазір бізді келіп жатыр. Сондықтан өзіңіз ойланыңыз. Сізге сұлулық керек па? Өзіңізді жақсы көргіңіз келе ма? Неге өзіңізді сол қайдағы бір жап-жаман бір қап-қара қазақтың жігітіне байлап қойдыңыз?
Тфу десеңші, ол жігіт кетсе екінші келеді қазір. Рахмет. Жарайды, жақсы. Ал Әселі, біздің сұрағымыз. Қайда кетіп қалдыңыз, мен сізге микрофон берсем? Жарайды, Назерке сөйлей беріңіз, бізде 8 минут уақытымыз бар. Бір азғандай уақыт қалды ғой. Менің ойындағы, қазіргі жұмысымдағы мәселеге байланысты тағы бір сұрақ көкейімде жүр. Қазір бізде мектеп жалпы білім беру ұйымдарында инклюзивный білім беру деген енгізіліп, қазір қатты Қазақстан бойынша мәселенің алдында тұрған мәселе ғой. Енді сол балаларды дүниеге әкелетін ата-аналар ғой. Олар балабақшадан мектепке өтеді, мектептен жоғарғы оқу орнына бітіріп жатыр алғашқылары. Енді сондай балаларды дүниеге әкелетін ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Олар неге көбейіп жатыр? Мысалы, саны көбейіп жатыр. Жыл өткен сайын саны көбейіп жатыр. Бұрынғыдан алдыңғы жылған 16 жылмен салыстырғанда бізде мүмкіндігі шектеулі, инклюзивті мектепке олар келеді, денсаулығы жақсы, бірақ олар сау баламен салыстырғанда қандай да бір өзіне шектеулері болады. Сол балалардың санының көбеюі неде деген ойда менде не себепті, ата-аналарда қандай кемшілік кетіп жатыр, неге психикалық ауытқушылығы бар, тіл кемістігі бар, құлақ естімеу, көз көрмеу, яғни саны көбейіп барады. Оның үстінде 90% психикалық задержка көп балаларда. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Сіз де мамансыз ғой осы саладағы? Енді мен көбінесе экологияға келеміз ғой, бірақ Қазақстан бойынша да ол болып жатқандықтан экология деп айта алмаймын, тағы да оған өзім ойыма өзім қайдан қарсы келемін. Одан кейін депрессия, стресс, уайым қазір ата-аналарда көп пе деп ойлаймын. Одан кейін отбасын құрған жас отбасыларда келіспеушілік, жоқшылық әсер ете ме, әлде баршылық әсер ете ме? Енді өзімнің тәжірибемде де кездесіп жатқан ата-аналар бар. Балалардың аяғы ауыр кезінде де өте стресске барады да, одан кейін дені сау емес, аяғы жүрмейтін баланы, немесе ақыл бір-екі жылға кейін балалар дүниеге әкеліп жатыр. Өздері одан кейін зардап шеккен кезде оянады да, ол кезде уже кеш болады. Түсіне тұра адамдар өздеріне өздері зиян әкеледі де, былайша айтқанда. Барлығын біле тұра, ол балаға зиян тиетінін біле тұра. Именно сол 4-5 айында қатты депрессияға, күйеуімен кикілжіңге, енесімен кикілжіңге барады да, осындай балалар дүниеге әкеледі. Одан кейін олар балабақшаға, мектепке барған кезде жаңағындай мамандардан өткеннен кейін уже анықталып жатады да балалар. Біріншіден менің құлағым естіп қалғаны, бұл Қазақстанға қатысты емес, Қазақстанның экологиясы мықты деп айтып тұрсыз ба? Қазақстан экологиясы мықты деп айта алмаймын. Енді ондай себеп не Америкадағы ауа райы мен біздің ауа райымыз екі түрлі дейсіз ба? Біз бәріміз бір жоғы жер деген бір шарда өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан экологиялық апат Африкада болса да салдарын бізде болады. Біздегі экологиялық апаттар, полигон деген, ол Америкаға да жетеді. Біз бәріміз бар жоғы бір планетада өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан экология жақсы емес болса, ол бүкіл дүние жүзінде жақсы емес. Кезінде торғайлар бидайды жеп жатыр деп Қытайда күнімен түнімен халқы көп қой, пырылдатып бүйтіп жүрді де, сонымен торғайлардың көбісі жерге қонамағандықтан ол шаршап өліп қалды. Торғайлар өліп қалды ма? Я, бидай енді көп болу керек қой. Бидай жоқ. Не дегенде құрт құмырсқа. Ана торғайлар түскенде құрт құмырсқаны жейтін еді. Енді сол құрт құмырсқа бәрібір сол нені жеп қойды. Сонда көрдіңіз ба, бұл эффект бабочки деді. О, жердің бір түбінде бір көбелекті өлтіріңізші. Бүкіл планетада апаттар басталып кетеді экологиялық. Бар жоқ, бір экология, бір планетада өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан бір экология деп айтамыз, бір мәдениет, жаһандастыру үрдісі. Бізде бірінші экология бір себеп, неге әртүрлі балдардың, осындай әлсіз балдардың саны көбейіп жатыр дегенде. Екінші себеп ол пластика. Әрине біз қырт деп пластиканың өзін жеп жатқан жоқпыз, бірақ біздің барлығымыз
тамағымыздың көбісі, ыдысымыздың көбісі барлығы пластика болып жатыр. Сондықтан сол пластика бізге ішімізге кіреді екен де, сондықтан жаңа ДНК, РНК деген гендеріміз барлығы ауысады, өзгереді, модификация жүріп жатыр. Сондықтан біздің осы ДНК, РНК-мыз барлығы әлсіз болғандықтан әлсіз бала туылып жатыр. Келесі болжам, қазір бізде тағы да сол жаһандастыру үрдісі болғандықтан көпшілік халық, қыздар да, әйелдер де 30-дан асқанда, 35-ке жақындағанда отбасы болып жатыр, балдарды туып жатыр. Әсіресе соның ішінде еркектер, жігіттер. Үйлі-күйлі боламын деп жүреді, 30-дан 35-тен 40-қа жақындағанда балдары пайда болады. Ал сонда еркектердің клеткасы, жасушасы, спермасы, ол да әлсіз болады екен. Әлсіз спермадан әлсіз. Енді тұқым әлсіз болғандықтан әлсіз ұрпақ пайда болып жатыр. Осындай болжамдардың барлығын адамдар білсе, естісе, зерттесе, мүмкін құлайтын жеріне сабан төсеп қоятын беді. Ал сіздің айтқан тағы бір мәселеңіз, сіз жазалап тұрған шығарсыз. Сіз бір ұрысып тұрғандайсыз ғой. Ой, қараңғағыр қыздар, келіншектер 3-4 ай болғанда неге ұрсасың, неге төбелесесің, сен стрессе жүрсің, сондықтан сенің балаң осындай болып жатыр. Жарайды. Ол мінезі жаман қыз деп айтайық, бірақ бәрі қыздың мінезі жаман емес қой. Неге сол жанжалға, кикілжіңге оның күйеуі жеткізіп жатыр? Неге сол дау-дамайға ақыл тоқтатқан, данышпан енесі, қайнатасы неге жеткізіп жатыр? Неге әкесі мен шешесі оны тоқтатпай жатыр? Сонда ол кикілжің болса, оған тек мына бір келіншек кінәлі емес шығар. Оның қасында жүрген бір келіншек, жарайды, есі дұрыс емес бір келіншек десеңіз, бірақ оның қасында жүрген қайнатасы, қайненесі, күйеуі, қайнысы, қайнапасы барлығы оған көмектесіп, ойбай деп көтеріп жүрсе, сіз біз деп жүрсе, мүмкін стресстен ол келіншек ертерек шығып қалатын беді. Сондықтан бұл жерде оны кінә емес, оны қасірет деп айту керек шығар. Орысша это не ее вина, это ее беда. Сіздер сол инклюзиялық сыныптарда жұмыс істесеңіз, сондай ата-аналарды білсеңіз, бақылап көріп жатсыз. Олар өте қиын жағдайда, өте қиналып жүр олар. Ой деп қуанып жүрген адам аз. Олар саналы түрде қиналып жүр, олар бейсаналы түрде қиналып жүр. Не дегенде сіз айтқан өкінішті, сіз айтқан жазалауды олар өзіне өзі аттан заманда айтып қойған. Өзін өзі кінәлайды олар. Мен кезінде биттім, сондай балам осындай болып қалды деп. Өзін өзі жазалайды. Не дегенде мына аурушаң баламен енді ол қайда жұмысқа да, оқуға да, қуанышқа да өзін жетелеп апара алмай жатыр. Сондықтан ол бүкіл қоғам болып оларға қазір көмектесу керек шығар. Кезінде 2000 жыл бұрын, 2,5 жыл бұрын, көне Греция болғанда, ол жерде Спарта деген бір мемлекет болған. Сол Спарта мемлекетінде кішкентай жасөспірім аурушаң болып туды ма, қолы аяғы бір кемістігі болды ма, оны үлкен таудан сол күні-ақ лақтырып тастайтын еді. Сонда бұл жерден не ұйғарып жатырсыз? Біріншіден сол 2000-3000 жыл бұрын да осындай аурушаң балдар туылған. Біздің кеңестік дәуірде 30-40 жыл бұрын да ондай балдар туылған. Бірақ біздер оларға мән берген жоқпыз. Оларды көшеге, қоғамға шығарған жоқпыз. Сондықтан біз оларды көрмейтін едік. Ойбай, біздің ұлтымыз тап-таза деп ойлайтын едік. Не дегенде бізде неше түрлі аты жаман детдомдар болды. Сөйтіп сол детдомға беріп тастайтын еді. Біздің жобамызда бір қыз бар, туылғанда енді сол денесіндегі кемістіктер шешесін аяды ма, қызың өліп қалды деп шешесін шығарып салған ғой перзентханадан. Одан кейін әкесі жүгіріп келмей ме, өлсе де маған тәнін, денесін беріңдер деп. Жоқ, оның денесін бере алмаймыз, оны зерттеу институтына жібердік деп, әкесіне де жоқтап жіберген. Бірақ әйтеуір мынаның тағдыры қиын болса да, бірақ өмірі бар қыз, сол зерттеу институтында тірі қалып тұр ғой. Сонымен қазір ол біздің жобамызда. 27 жылдан кейін бір журналистің көмегімен әке-шешесін тауып алдық. Қазір солармен бірге жүреді. Сондай сұмдық тарих. Сондай неше бала? Бізде 30, 40, 50, 60 жыл бұрын сондай балдар көп болса да, біз оларды өлтірдік, зерттеу институтында қамап тұрдық, детдомда қамап тұрдық, сөйтіп біз оны көрген жоқпыз. Қазір бізде еркіндік, бізде бостандық, сондан біз олардың
ойбай саны көп екен деп қорқып жатырмыз. Қандай болса да ол біздің қоғамдағы адам, оған әрине психологиялық көмек керек. Оны зерттеу керек әлі. Оны іздеу керек. Оны іздеймізші, зерттейміз дегенше оларға терапия керек. Мен қазір мына жерде тезірек чатты көп шығайыншы, иә? Иә, бағанағы өзін өзі жазалау дегенді аутоагрессия деп аударсақ болады. Менің белім неше жыл болды ауырады, сонда менде кінәлі сезім сияқты. Мүмкін, иә, белден төмен жағыңыз, мамаңыз, папаңыз күткенде емес. Сонда сізді Ержан деп қоймаса, Ержангүл деп қойды ма екен? Мамаңыз, папаңыз басқаша ойласа да, бірақ қазір сіз өзіңізді өзіңіз қолдасаңыз болады ғой. Бел ауруы сізге не үшін керек екен сонда? Мамамның айтқан пипискасы болмады деп өзіңізді өзіңіз ауыртып жүрсіз ба? Артық салмақ туралы. Енді өзіңізді біліп тұрсыз ғой, бір дегенін айттыңыз ғой себебін. Бұндай себепті бұл жайлы кең таралып кеткен себеп. Басқа еркектер менің денеме қолын тигізбеу үшін, жігіттер маған қызыға қарамау үшін, мен өзімді өзім семіртіп тастаймын. Саналы түрде, иә, көбелек болғым келеді, бірақ бейсаналы түрде өзімді өзім шошқа, доңыз сол деңгейге жеткізіп қоямын. Сондықтан бұны әрине кабинетте психологпен жеке зерттеу керек. Менің баламды бірдеңеге армандап қалама деп қорқа беремін. Неге бала армандамау керек екен? Бала әбден армандау керек. Қазір баланың 3 арманы емес, 99 арманы бар. Мен 3 дегенде жай ғана 99 болса, 99 арманын орындау керек, көмектесу керек. Бала кезде 99 арман болмаса, ол ертең қалай ересек болады екен? Міне Назигүл маған көмектесті. Жігіттер қыздардан 6-7 есе көп екен. Я, сондықтан қыздар қуана беріңіздер. Сіздер енді оң жақта отырып қалған кәрі қыз болмайсыздар, өңкей сұр бойдақтар көбейеді. Сіздердің бағаңыз күрт өсіп кетеді. Бірақ енді өзіңіздің иісіңізді, түріңізді, жүзіңізді ретке келтіру керек шығар енді. Ертірақ бақытты болып, бір жақсы үйге бару үшін. Ал, Назерке ханым, сізге сөз. Бүгін рахмет сізге көп-көп. Ойымда жүрген сұрақтардың жауабын алдым. Енді біздің салаға кете береді ғой, шексіз зерттей береміз ары қарай. Осындай мүмкіндік бергеніңізге көп-көп алғыс айтамын сізге. Әрбір курсантыңызбен осындай сұхбат өткізуге. Бұрын өте алыста едіңіз, қазір қуаныштымын сізге сұхбат өткізгеніңе. Рахмет. Өзіңіздің модераторлық қызметіңізге қандай баға қойып жатсыз? 4 деген баға қоямын. Қашан 5 болды? Әлі іздену керекпін, әлі оқу керекпін, әлі білмейтін. Өзіңізді өзіңіз сізде жазалап тұрсыз. Я, қуаныштан төбе шашым, бойым, ойым бәрі өсіп кетті. Алақай, мен өзіме 100% қоям деп. Өзіңізге өзіңіз баға бермесеңіз, сізге кім баға береді? Сөйтіп жүріп ауырып қаласыздар. Өзіңізге өзіңіз бесте бере алмай. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет сізге де. Аптадан кейін тағы кездесеміз. Сау болыңыз.